Қайырлы күн, құрметті онлайн несиелеу сайтының пайдаланушылары. Қазір мен сіздерге тіркеу, кіру, сонымен қатар несиеге өтініш беру процестерін айтып беремін. Сайттың жоғарғы жағындағы оң жағында платформаға тіркелу үшін тіркеу түймесін басыңыз. Электрондық цифрлық қолтаңба немесе SMS коды арқылы тіркеу терезесі көрсетіледі. Өзіңізге ыңғайлы тіркеу әдісін таңдап, оны басыңыз. Мысал ретінде электрондық цифрлық қолтаңба арқылы тіркеу әдісін таңдайық. Оқып және құс белгіні қойыңыз. Сертификаттарға жолды көрсетіңіз. Аут РСА мақсаты бар сертификатты таңдаңыз. Құпия сөзді енгізіңіз. Осыдан кейін деректерді толтыруға арналған терезе көрсетіледі. Барлық өрістерді толтырыңыз. Тіркеу түймесін басыңыз. SMS коды арқылы тіркелу кезінде сонымен қатар деректерді жинауға және өңдеуге келісесіз деген құс белгіні қойыңыз. Содан кейін жеке сәйкестендіру нөмірі мен телефон нөмірін теріп, SMS келісімін жіберу түймесін басыңыз. Барлық сұралған өрістерді толтырғаннан кейін тіркеу түймесін басыңыз. Сайтқа кіру үшін жеке сәйкестендіру нөмірі және парольді енгізгеннен кейін кіру түймесін басыңыз. Жүйеге кіргеннен кейін сайттың негізгі бетінде несиелеуге арналған қолжетімді бағдарламалар көрсетіледі. Қажетті бағдарламаны таңдаңыз, қолдану түймесін басыңыз. Өтінішпен таныс екеніңізді растау және деректеріңізді жинауға және өңдеуге келісім беру үшін ұяшықтарды белгілеңіз. Өтінішпен келісімді көру түймесін басу арқылы көруге болады. Телефоныңызға SMS коды жіберіледі. Оны өріске енгізіп, SMS растау түймесін басу керек. Мобильді азаматтар базасында тіркелу болмаған жағдайда сіздің телефон нөміріңізге ұялы телефон арқылы онлайн тіркелуге болатын мобильді азаматтар базасына тіркелу сайтына өту сілтемесі бар SMS жіберіледі. Әрі қарай біз екінші қадамға өтеміз. Онда біз кепіл беруші туралы ақпаратты толтырамыз. Кепіл берушінің жеке сәйкестендіру нөмірі мен телефон нөмірін енгізіңіз. Растау үшін көрсетілген нөмірге SMS код жіберіледі. Онда келісім жауап хабарламасымен расталуы керек. Растаудан кейін жүйе мемлекеттік деректер қорларына сұраныс жасайды және кепілге қатысты ақпаратты көрсетеді. Қажетті кепіл түрін таңдап, келесі түймесін басыңыз. Үшінші қадамға көшкеннен кейін несие беру шарттары мен мақсаты туралы ақпаратты толтыру керек. Мысал ретінде несие бағдарламасы мал болса, онда несиенің мақсаты, ірі қараның жасы, сатып алынатын мал саны, бір бірлік бағасы, жемге деген қажеттілік сияқты мәліметтер толтырылады. Содан кейін келесі батырмасын басыңыз. Сондай-ақ сайт пайдаланушыларының назарына несиелік өтінімді толтыруда ыңғайлы болу үшін сайттың оң жағында кеңестер мен хабарламалар бар. Келесі қадамға өткеннен кейін несие мерзімі, негізгі борыш пен сыйақы бойынша жеңілдік кезеңі, негізгі қарызды және сыйақыны өтеу тәртібі, өтеу әдісі сияқты ақпаратты толтырып, төлем күнін көрсетіңіз. Содан кейін несие өтінімі бойынша алдын ала шешім қабылдау және қаржылық талдау жүргізілетін келесі қадамға өту үшін келесі түймесін басыңыз. Қаржылық талдау мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне сұрау салу арқылы сенімділікті, несие қабілеттілігін және төлем қабілеттілігін тексеру үшін жүргізіледі. Мұнда барлық тексерулерден кейін қаржылық талдау нәтижесі көрсетіледі. Алдын ала мақұлданған жағдайда қажетті құжаттар тізбесімен қоғам филиалына хабарласу қажеттілігі немесе жеке кабинетке құжаттардың сканерленген нұсқаларын тіркеу, сондай-ақ алдын ала төлем кестесімен танысу мүмкіндігі туралы хабарлама көрсетіледі. Өтінім қабылданбаған жағдайда бас тарту себебі көрсетілген хабарлама көрсетіледі. Бұл несиеге өтініш беру процесін аяқтайды. Назарларыңызға рахмет.